Таңғы уақытта мен ояу отыруым керекпін. Басқа уақытта жұмыста болуым керекпін одан кейін. Кешке өзі 40-қа дейін, мен енді 46-дамын қазір. Байқаймын, жылдан жылға уже жүріп тұру, қимылдау, бұрынғыдай жүгіру деген уже жылдан жылға не қылып жатыр? Қалып бара жатыр. Оға дейінгі энергия сол жігіт кезінде қатынын алып үлгеруге, балдарын бағып үлгеруге, достарына да барып, ата-анасында қызметін жасап, меккесінде жасап, намазына да үлгеріп, дүниенің бір емес бірнеше жұмыс істеп керек болатын болса, дүниенде тауып тастайтын кез екен ғой. 40-тан кейін енді жүйелеп қойғанда, шаруалар бар жүйелеп тастағанда. Мына Индонезия мен Малайзияның көбісі жастар ғой қажылықта. Не үшін десе, үйленбей тұрып олар оқуын бітіре салысымен жұмысқа тұрғанда, үйленбей тұрып бірінші ақшаны қажылыққа жинайды екен. Не үшін десе, сол қажылықта қайтарылмайтын жер бар еді ғой, не еді аты? Арафат. Кімде-кім Арафатта тұрып дейді, пайғамбар айтады. Құдайдан бірдеңе сұрағанда, бұл қабылмайтын шығар деп ойласа дейді, ойласа күпір болады дейді. Ана жерде айтқан нәрсең бар, не болайын тұр? Сол жерде ана кісілер бітеді екен, жап-жас жігіттер бар. Алла Тағала маған ақылына көрік сай жарың нәсіп ет. Маған өмірде берекелі кәсіп бер, қайырлы көлік бер, ата-ананың разылығын алатындай өмір бер, екі дүниеде қуантатын перзент бер деген сияқты, өмірде жақсы жора жолдас бер деген сияқты, адамның баласына қажетті дүниеден өткенше ақыретте де болатын нәрсенің бәрін сұрап алады екен де, кеп өмірді бастайды екен де. А біз қажылыққа өлетін кезде барамыз ғой. Қисайып алып, коляска отырып алып, мысалға ше. Где-то 98-ге барғанда ма, сол кезде мысалға деймін. Сөйтсек анау есеп дұрыс емес екен ғой, есеп. Ана кез ана жап-жас болады да, Құдайдан сұрайтын бәрін сұрап келеді да, мына өмірде керемет, уақыты бос өтпейді да, оның ше. Ғылымдық жақсы көретіндер ғылым сұрап жатыр. Қатындарды жақсы көретіндер сұрап жатыр онда. Сол үшін есеп дұрыс болу керек. Демек, 40-тан асқанда үйі жоқ жігіт есеп дұрыс емес та. 40-тан асқанда 45-ке келіп отыр, қыз ұзатайын деп отыр, бірақ қыз ұзатайын десе, той істейтін ақшасы жоқ. Квартирада. Есебі дұрыс болмаған. Өткенде Инстаграмға не шықты анау? Ана өнер қырандарындағы Сырымбет деген жігіт бір вагонда тұратын бір қиналып жатқан бір семьяны көрсетті. 5-6 бала шағасымен вагонда тұрып жатыр. Сонда анау кішкентай бір баласымен сөйлесіп жатыр. Мына несін қойып сөйлеп жатыр. Класстастарың қалай десе, класстастарым бәрінің үйіне бардым дейді, ана кішкентай айтады. Бірақ олар айтады, сенің де үйіңе бар бір тамақ шекте, шай шекте деп айтады екен. Бірақ мен қайтып ертіп келемін жерге дейді, класстастарымды, вагонға қайтып ертіп келемін деп жылай. Соның астына комментарий жазып жібердім. Ақсақалдар қайда дедім. Осы бұл детдомнан шыққан жоқ шығар енді. Мына әулеттің ақсақалы қайда деп жазып жібердім. Ақсақал қайда? Ал 40-тан асқан жігіт, достары көп, қажылығын жасап алған, көлігі бар, машинаны, жаңағы үйді салып алған, малын жинап қойған, қатын балашаға айтқанын істеп тұр, намазы түгел, оразасын ұстайды, Құранға да көңіл бөледі, достарына да, ата-анасына да, бауырға да, ағайынға да, көршімен де жақсы. Мынандай есебі түгел жігіт бар ғой, кез келген жерде сөйлесе, сөз өте ме өтпей ме? Сонда біреу семья қырылып атқан болса, обязательно сақалы бар біреуді етіп келу керек па? Қойсеңдерші деп айтып тұратын. Қатынына сөз өтпейтін адам сөз өте ме басқаларға? Бір тиын елге пайдасы жоқ, адамның сөзі өте ме халыққа? Ал анау 40-тан асқан жігіт, жетімге де үлгерген, бәріне үлгеріп жатқан есебі түгел жігіт, бәріне үлгеріп жатқан жігіт 40-тан кейін ағайындарының басын қосып, көршілерді реттеп, ана балдарына үлгі бола бастайды екен ғой. Кітабыны да оқып үлгереді, институтын да бітіріп тастаған. Есеп дұрыс та, есеп дұрыс. Сол есеп дұрыс болу үшін бауырлар, бала шағаларымызды бізге айтатын кісі болған жоқ басында. Біз енді түсініп жатырмыз да. Сол балдарымыз кішкентай кезінде анау тілі шыққаннан Құранымызды, салауатымызды үйретіп қоятын болсақ, ертең мектеп бітіргеннен кейін ол енді медресе оқып жүрмейді да. Ана кезде реттеп қойғанда анау уақытын не қылып жатырмыз біз? Үнемдеп жатырмыз. Ол бір. Ал екінші, кішкентай кезінде Құран жаттаған баланың памяті, зейіні күшейіп кетеді екен да, оны сен математикаға бересің ба, ертең химияға бересің ба, кәсіпкерлікке бересің ба, жаңағы анау айтишникке бересің ба, жұлып алып шығады ана бала ше. Жұлып алып шығады ана жердің барлығын. Өйткені түп тамыры дұрыс та. Түп тамыры дұрыс. Сол үшін бауырлар, Алла Тағаладан енді қажылыққа әрі сай барамаймыз ғой енді. Бірақ күніге бір керемет дұға қабыл болатын уақыт бар. Кім біледі?